тащит мяч на линии штрафной. Васкес, передача, Роналду, можно забивать. 3-0! 3-0! И это хэт-трик Криштиану Роналду! Hit the jackpot. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. Кейде футболда бір ғана ойыншы бүкіл команданы алға сүйреп, жалғыз өзі матчтан тағдырын өзгертіп жатады. Футбол командалық ойын екендігі айтпасақ та түсінікті. Алайда кей сәттерде ерекше таланттар өз шеберлігімен бар жауапкершілікті иықтарына арқалап командасын алға сүйрейді. Бұл тек гол соғу ғана емес, алаңда болғанда әр сәтте қарсыласқа қысым жасау арқылы жанкүйерлерге сенім сыйлау. Осындай индивидуалды шебер ойыншылардың арқасында әлсіз командалардың өзі мықтыларды жеңіп, тарихқа еніп жататын кездер болады. Бүгінгі шығарылымда дәл осындай жалғыз өзі команданы алға жетелеген, табандылығы мен талантының арқасында жеңіске ұмтылған футболшылар жайында айтпақпын. Егер сіздерге қазақ тіліндегі футбол контенті ұнаса, арнамызға жазылып, қолдау білдіріп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, бастаймыз. Біздің бүгінгі топтама Темірлан Анарбековтың Селтикпен болған матчтағы жасаған ерлігінен бастау алады. Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңінде Қайрат пен Селтик командалары кездесіп, жалпы топтық кезеңге кімнің өтетіні сарапқа салынған өте маңызды кездесу орын алды. Алғашқы Шотландиядағы болған матч 0-0 есебімен тең аяқталып, барлығы Алматыдағы қарымта матчта шешілетін болды. Шыны керек, Қайраттың келесі кезеңге өтуге деген мүмкіндігі соншалықты жоғары болған жоқ. Неге десек, командадағы аса маңызды ойыншылар түрлі себептерге байланысты бұл матчта Қайрат сапынан ойынға қатыса алмады. Оған қоса Қайраттың негізгі қақпашысы Александр Заруцкий жарақат алып, ол да маңызды ойынға қатыса алмайтын болды. Сөйтіп, қазақ жанкүйерлерінің ендігі басты үмітін Темірлан Анарбеков арқалады. Отандастарымыз сыр бермей, толық 120 минут уақыт бойы гол өткізбей, ойын 0-0 есебімен тең аяқталып, пенальти сериясына дейін ұласты. 21 жастағы қақпашы Темірлан Анарбеков бұл матчта ойынның өзінде 5 сейв жасады. Бұнымен шектелмей ол пенальти сериясында 3 соққыны қайтарып, командасын келесі кезеңге алып шығып, ерлік танытты. Бір ғана сәтте Анарбеков бүкіл қазақ жанкүйерлерін тәнті етіп, басты қаһарман атанды. Қақпаға соққы Темірлан! Анарбеков! Пенальти сериясы екінші мәрте! Пенальтini қайтарып отыр! Анарбеков! Темірлан Анарбеков! Бәйгеленген чемпионы! Мбаппе 2025 жылы Чемпиондар лигасының 16-1 финалында мадридтік Реал өз алаңында Манчестер Ситимен жолықты. Алғашқы ағылшын еліндегі өткен матч Реалдың 2-3 минималды басымдылығымен аяқталып, барлық мәселе Сантьяго Бернабеуде шешілді. Кездесудің бар болғаны 4-ші минутында Асенсионың алыстан әуелеті басырған керемет пасынан кейін Килиан Мбаппе есеп ашып, осылайша ол интриганың отын бір жола сөндіріп тастады. 33-ші минутта француздық шабуылшы Йошко Гвардиолды бала шалдап өтіп, есепті еселеді. Бұнымен тоқтап қалмай Мбаппе матчтың 61-ші минутында қарсы алдында тұрған Фил Фоденді жалған қимылмен алдап өтіп, бірден қақпаға дәл соққы бағыттады. Осылайша Килиан Мбаппе Сити ойыншыларын қапа қалдырып, 3-1 голдың авторы атанып, командасын жалғыз өзі алға сүйреді. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Суарес 2018 жылдан қазан айында Испания чемпионаты аясында Барселона өз алаңында мадридтік Реалды қабылдап, кезекті атышулы Эль Классико орын алды. Бұл кезде мадридтік клуб Роналду мен Зидан кеткеннен кейін қолдырау кезеңін бастан өткізіп жатқан еді. Және каталондық ұжым осыны оңтайлы пайдаланып, өз алаңында бәтіспес шауларын аямай жеңіп алды. Әсіресе уругвайлық сұрмерген Луис Суарес бұл матчта жасындай жарқырады. Алдымен ол 30-ші минутта пенальтиден есеп ашты. 75-ші минутта Серхи Роберто әлген допты баспен Куртуа қорғаған қақпаға тура бағыттап, дубль автор атанды. En el área la pone Roberto Suárez.
Және 83 минутта Суарес қақпашымен бетпе-бет шығып, допты бойдан асырып жіберіп, есепті одан бетер есеретті. Pone para Suárez que quiere el hat-trick. ¡Suárez! Осындай үлгіде Луис Суарес Эль Классикода хет-триктің авторы атанды. Ойынның өзіне тоқталсақ, каталондықтар Реалды еш аяусыз 5-1 есебімен талқандады. Бензема 2022 жылы Чемпиондар Лигасының ширек финалында Реал сырт алаңда Челсимен күш сынасты. Және Карим Бенземаны тоқтату Челси үшін мүмкін емес миссия болды. Дәл сол маусымда француздық шабуылшы өзінің фантастикалық бабында болып, Чемпиондар Лигасында 15 гол соғып, үздік бомбардир атанған еді. Алдымен ол 21 минутта Винисиустың әуелеті басырған добын баспен ұрып, Эдуард Менди қорғанған қақпаға тура соққы бағыттап есеп ашты. Одан 3 минут өте Челси қорғаушылары қайтадан Реалдан жасаған шабуылына төтеп бере алмай қалды. Бұл жолы Модрич топты әуелетіп, Бензема тағы да баспен соққы бағыттау арқылы гол соғып, есепті 0-2-ге жеткізді. 40 минутта алаң қожайындары Хаверт соққан бір ғана голмен жауап қаталды. Екінші тайм бастала салысымен қарсылас қақпашысы жоқ жерден оңбай қателесіп, Бензема дер кезінде орнынан табылып, 3-ші голдың авторы атанды. Осылайша Карим Бензема жасаған хет-тригінің арқасында командасын алға сүйреді. Қадірменді көрермендер, бір сәт назар бөлулеріңізді сұраймын. Статистикаға сәйкес видеоларымызды қарайтындардан 90%-ға жуығы әлі де арнамызға тіркелмеген екен. Егер сіз де солардың қатарынан болсаңыз, дәл қазір арнаға жазылып, видеоны бір лайкпен қолдау жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнаға қолдауларыңыз ауадай қажет. Ол сіздер үшін бірнеше секундтық оңай нәрсе, бірақ біз үшін орасан зор қолдау. 2010 жылдың қазан айында Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде Интер клубы өз алаңында Тоттенхеммен жолықты. Және дәл осы аса тартысты өткен бұл ойында жалындаған жас ойыншы Гарет Бейл өзінің бар өнерін салып, бәрін таңғалдырған болатын. Италияда команда бар жоғы 2-ші минутта есеп ашып алға шығады. Артынша олар қалыспай қайтадан жауапсыз 3 гол соғып тастайды. Сөйтіп 35-ші минуттың өзінде таблодағы есеп 4-0 болып жатты. Осылайша Интер ұжымы кездесудің тағдырын алдын ала шешіп тастаған еді. Алайда ешқандай интрига қалмаған матчта қарсылас команданың сапынан қаһарман табылды. Кездесудің 52-ші минутында Гарет Бейл өзінің көз ілеспес жылдамдығының арқасында Хавьер Занеттиді шаң қаптырып, алғашқы голын соғады. 89-ші минутта уэльстік вингер қайтадан Занеттиді жылдамдығының арқасында басып озып, 2-ші голын соғады. Бұл Бейлдің тура бірінші голының қайталануы болды. 91-ші минутта ағылшындық ұжым ойыншылары тағы да шабуылға шығып, әріптесі асырған пасты Бейл қарсылас қақпасына тура бағыттап, хет-триктің авторы атанды. 4-3. Бейл бір матчта бақандай 3 гол соққанына қарамастан, бұл оның командасына ұпай жинауға еш көмектесе алмады. Есесіне Гарет Бейлдің бұл ерекше жарқын ойыны әлі күнге дейін талай жанкүйерлердің есінде қалды. Месси. Бірден айта кетейін, жалпы бүгінгі тақырыпқа сәйкес Роналду мен Месси екеуінің жалғыз бір ғана ойында командасын жалғыз өздері алға сүйреген жағдайлары өте көп. Ол тақырыпқа жеке аузағынан бір видео дайындауға болады. 2017 жылдың сәуір айында Мадридтік Реал өз алаңында Барселонамен күш сынасты. Роналду мен Месси өнер көрсетіп жүрген кездердегі әрбір Эль Классиколар ерекше бөлек болатын. 28-ші минутта алаң қожайындары сапынан Казимиро есеп ашып, Реалды алға шығарады. Қарсылас ойыншылары Мессиге қарсы тым дөрекі ойнаумен болды. Тіпті ойын сәттерінің бірінде Мессидің беті қанға боялды. 33-ші минутта Ракетичтен пас алған Лионель Месси қарсылас қақпасының алдына басып кіріп, қорғаушыларды балаша алдап өтіп, таразы басын теңестіреді. Жетпісінші минутта Ракетич керемет гол соғып Барсаны алға шығарды. Алайда көп ұзамастан алаң иелері таразы басын теңестіріп кетті. Жанкүйерлер ойын тең аяқталды деп отырғанда,
Соңғы минуттарда Барса көтпеген жерден шабуылға шығып, Жорди Альбадан пас алған Месси ойланбастан Кейлор Навас қорғаған қақпаға әдемі соққы бағыттай салып, өз командасына жарқын жеңісті алып келді. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Oh, Lionel Messi has just exploded La Liga into life! Another chapter in the incredible story of this. Осынша аса маңызды күрделі ойында бар жауапкершілікті өзіне алып, командасын алға сүйреу Мессиге үйреншікті нәрсе болатын. Роналду 2017 жылы Чемпиондар Лигасының жартылай финалында Реал өз алаңында Атлетикомен жолығып, тартысқа толы дерби орын алған болатын. Ол кезде Криштианодан мына шаш үлгісін көрген кезде кез келген қарсылас шошитын еді. Ойын бастала салысымен алаң қожайындары бірден шабуылға лап қойып, 13 минуттан-ақ Роналду Казимиродан келген биіктеу пасты баспен ұрып, есеп ашады. Приходится бороться Казимиро, передача, удар, гол! Криштиану Роналду! 102-й гол в Лиге чемпионов! Бұдан соң Реалға қайтадан гол соғып, есепті еселеу оңайға соқпай, қарсылас қорғанысы сыр бермей қойды. Дегенмен 73 минутта португалдық шабуылшы қарсылас айып алаңында сәтті ойнап, Облак қорғаған қақпаға жойқын соққы бағыттап, дубль автор атанды. Криштиану Роналду обыграл, можно бить поворотом, Роналду 2-0! Важнейший гол в истории этого полуфинала. Криштиану Роналду продолжает творить историю Лиги чемпионов. Кейіннен 86 минутта Васкестен пас алған Криш Атлетико қақпасына кезекті рет оп-оңай гол соғып, хет-трик жасап, ойынға нүкте қояды. Роналду, Лукас Васкес, Тони Кросс просит мяч на линии штрафной, Васкес, передача, Роналду, можно забивать, 3-0! 3-0, это хет-трик Криштиану Роналду! Осындай стильде Криштиану Роналду 3-1 гол соғып, Реалға финалдың жолдамасын алып берді. Левандовски. Сонымен біздің бүгінгі топтамамыздың ең бірінші орнына әрине Левандовски жайғасады. 2015 жылдан қыркүйегінде Германия чемпионатында Бавария өз алаңда Вольфсбургпен кездескен болатын. Дәл осы ойында Левандовски күллі футбол жанкүйерлерін шоқ қылғаны естеріңізде ме? Матчтың 26 минутында Вольфсбург ұжымы есеп ашып, мюнхендіктерді қапы қалдырды. Бұдан соң Бавария қарсылас қақпасына ұзақ уақыт бойы гол соға алмай әлек болып, біраз қиналды. Екінші таймның басында бас бапкер Гвардиола ойынға өзгерту енгізуді шешіп, Левандовскийді алаңға шығарды. Ал әрі қарай не болғаны жайында фантастикалық фильм түсіруге болады. Әуелі 51 минутта польшалық шабуылшы бос қақпаға гол соғып, таразы басын теңестірді. Ал осыдан кейін ол 52, 55, 57 және 60 минуттарда алма кезек қатарынан топырлатып гол соғады. Нақты әрі түсінікті айтар болсам, 9 минуттың ішінде Левандовски 5 гол соғып тастап, пентатриктің авторы атанды. Әлемге әйгілі жаттықтырушы Хосе Гвардиоланың өзі не болғанын түсіне алмастан шок күйінде қалды. Айтпақшы, польшалық шабуылшы осы 5 гол соғуының арқасында Гиннес рекордтар кітабына енген болатын. Алаңға қосалқы құрамнан алмасып шығып, ең көп гол соққан ойыншы ол әрине Роберт Левандовски. Осы күнге дейін ол жасаған нәрсені футболда ешкім қайталап көрген емес. 9 минутта 5 гол соғу расымен де нағыз фантастика емес пе? Тіпті айтарға сөз жоқ. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.